Сәлем достар, бүгін сіздерге осындай дәмді хрустящий баклажан салатының рецебімен бөлісетін боламын. Ең алдымен баклажанымызды жуып, өстіп төртбұрыштеп турап аламыз. Турап алған баклажанымызға тұзымызды және де 2 қасық жаңағы жүгері крахмалын қосасыздар. Ол болмаса да жаңағы картоп крахмалын қоссаңыздар да болады. Содан кейін өстіп мен сияқты араластырып жібересіздер. Жаңа баклажандарға сіңу керек. Содан кейін араластырып болғаннан кейін қызып тұрған майда 10 минуттан қуырып аласыздар. Міне қызып тұрған майымызға баклажанымызды салып, қатты қып-қызыл қылдырып қуырып аласыздар. Осы қуырғанға 10 минуттай уақыт кетеді. Баклажандарыңыз әбден қызарғаннан кейін бірақ алыңыздар. Баклажандарыңыз қуырылып біткенше осылай черри помидорымызды ортасынан бөліп дайындап қоямыз. Осы салатқа арнаған соусты жасаймыз. Соевый соустан 2 қасық және кисло-сладкий соустан 2 қасық қосасыздар. Егер аз көлемде жасағыларыңыз келсе, 1 қасық соевый соус, 1 қасық кисло-сладкий соусты қосып, осыны дайын дүкенде сатылады кисло-сладкий соус. Сонымен баклажан салатының рецебіндегі осы соусты дайындап аласыздар. Осы қуырылған баклажандарымызды бірінші салып тарелкамызға, оның ішіне жан-жағына помидорымызды салып әдемілеп қойып аласыздар бірінші. Помидор мен баклажанды салып болғаннан кейін осылай руккола салатқа қосатын осындай көкөністі қолдандым. Бұл дәрумендерге өте бай және де адамның денсаулығына пайдалы болып келеді. Сондықтан осыны қолдансаңыздар болады.
кез келген жеміс жидек сататын дүкенде сатылады. Рукколаны салғаннан кейін осындай дайындап қойған соусымызды құямыз да творожный сырымызды салып шығамыз. Міне салатымыз дайын болды. Дәмді столға қойып қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады.